Сәлеметсіздер ме 7-ші сынып оқушылары? Бүгін біз функцияның графигі бөлімі бойынша жиынтық бағалау есептеріне талдау жасаймыз. Бізге 3 сурет берілген. Осы 3 суреттің қайсысында кубтық парабола графигі бейнеленген дейді. Яғни бұл 3-ші сурет, кубтық парабола бейнеленген. Функцияның жалпы формуласын жазыңыз. Жалпы формуласы былай жазасыздар. Y тең болады ax куб. График бойынша a коэффициентінің таңбасын анықтаңыз. Қалай анықтайсыздар? Мысалы, қараңыздар. X-қа 1 бергенде Y 1-ге тең болып тұр. X-қа -1 берсеңіз, Y -1-ге тең болып тұр. Олай болса, a коэффициентінің таңбасы 0-ден үлкен. Бұлай да тексеруге болады. Y тең болады ax куб, X-қа 1 берем. A, бұл жерде 1 тең 1. A 1-ге тең. Одан кейін X-қа -1 берем. -1-дің кубы -1, оны A-ға көбейтем, сонда Y -1 шығып тұр. A тең болады, -1-ді -1-ге бөлсеңіз, тағы да 1 шығады. Демек, A бұл жерде оң сан. Келесі, 4-ші суреттегі графиктің бос мүшесі нешеге тең? Бұрыштық коэффициентін анықтаңыз, формуласын жазыңыз дейді. Яғни бұл түзу. Y тең болады kx қосу b. Бос мүшесі нешеге тең? Бұрыштық коэффициентін анықтаңыз, формуласын жазыңыз. Қарап тұрсақ, x 0-ге тең болған кезде y 2-ге тең болып тұр. X -2 болған кезде y 0-ге тең болып тұр. Енді қарайық. Y-тің орнына 2 қоямын. 2 тең болады k көбейту, x-тің орнына 0 қоямын, қосу b. Мынау түгел 0 болып кетеді, b 2-ге тең. Енді екіншісінде тексеріп көрейік. Екіншісі y бізде 0-ге тең, k көбейту -2 қосу b. Сонда -2k қосу b тең 0-ге. Бұның 2 екенін көрдік. 2k қосу 2 тең 0, -2k тең -2, k тең 1-ге. Сонда мынадай болады. Y тең болады. K дегеніміз 1, сонда x қосу 2. Енді тексеріп көрейік. Мына жердегі нүктені. Бұлай етіп. X, Y. X-қа -1 берем, 0 берем, 1 берем. X-қа -1 берем 1, X-қа 0 берем 2, X-қа 1 берем 3. Мінекей. -1-де 1. Шығады. 0-де 2, 1-де 3. Демек, мінекей, формуласы. Осылай тауып аласыздар. 3-ші есеп теңдеулер жүйесін графиктік тәсілмен шешіңіз. X-қа мән беріп, Y-ті табамыз. 3 мән берсек жеткілікті, -1, 0, 1-ді берейін. X-қа -1 берем. 2 көбейту -1 қосу Y тең -2. -2 қосу Y тең -2, Y тең болады 0. Мынаған қойып та тексеруге болады. 4 көбейту -4, мына жаққа шыққанда +4 болып кетеді, 0, 0-ді 2-ге бөлсеңіз, бәрібір 0 шығады. Келесі 0 беретін болсам, Y -2-ге тең болады. Мында да дәл солай. 1 беретін болсам, 2 -4-ге тең болады. Сонда графигін саламыз. 1, 2, -1, -2, -3, -4, -1, -2, 1, 2. -1-де 0. Мына нүкте. 0-де -2. 1-де -4. Осы 3 нүктені қосамыз. Сіздер сызғышпен қосыңыздар, мен қазір шамамен осылай қосып шығамын. Келесі, екіншісіне, мынау біріншісі үшін, енді екіншісіне. Басқа сандар беріп көремін. Мысалы, берейін -2, 0, 2 беріп көрейін. -2 беремін. -8 қосу 2y тең -4, 2y тең болады 4, y тең 2.
Так, 0 беретін болсам, минус 2. 2 беретін болсам, минус 6. Так, минус 2-де 2. 0-де минус 2. 2-де минус 6. Минус 5, минус 6, мына жерде болады. Бұлай қиып өтеді. Сонда теңдеулер жүйесінің шешімі болып тұр. X 0-ге тең, Y минус 2-ге тең. 0-де минус 2. Яғни мына жердегі 2 түзудің қиылысуы. Сіздер басқа нүктелер беріп салып көрулеріңізге болады. Келесі есеп. Формуламен берілген функциялардың анықталу облысын табыңыз. Бірінші бізге беріліп тұрғаны ол сызықтық функция. Сызықтық функцияның анықталу облысы, яғни ол түзу сызық, минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін. Келесі бізде бөлшек рационал функция. Бұның бөлімі 0-ге тең болмау керек, яғни x минус 2-ге тең болмау керек. Олай болса, бұның анықталу облысы минус шексіздіктен минус 2-ге дейін, минус 2-ден плюс шексіздікке дейін. Яғни минус 2 саны жауапқа кірмейді. Үшінші есеп. Мына кесіндіде берілген функцияның мәндер жиынын табыңыз. Анықталу облысы бұл x-тің қабылдайтын мәндері болса, енді функцияның мәндер жиыны бұл y-тің қабылдайтын мәндері. Сізге мынадай функция беріліп тұр. Осы функцияға қазір кері функция тауып аламын. 3y қосу. Тіпті мына жерде таппай қоюға да болады, но бізде тағы да сызықтық функция. Сызықтық функцияның мәндер жиыны да минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін. Ал егер енді не деп тұр? Мына кесіндідегі функцияның мәндер жиынын табуымыз керек. X-тің орнына минус 1 қоямын. Минус 2 қосу 5 бөлу 3, 1. Келесі 5 қоямын. 10 қосу 5 бөлу 3 тең 5. Сонда мәндер жиыны бізде болады 1 мен 5-тің аралығында. Мына кесіндіде.